مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا қазіргі таңда келіннің сәлем салуы шірк, беташар жасауға болмайды деген сөздерді жан-жақтан көптеп естіп жатырмыз. Және соның себебімен үйленуден бас тартып жүрген жігіттерді де кездестірдік. Ата-анасы қоймай, үйленсең беташар жасаймыз дейді. Баламен үйленсем, үйленуім шірк жасауға себеп болатын болса, онда үйленбеймін деп бас тартып, біраз жасқа келіп қалған кейбір кісілерді де кездестірдік, өкінішке орай. Негізінде келіннің сәлем салуының шариғаттағы үкімі қалай? Бұны білу үшін біз бірінші мына бір ережені, мына бір мәселені біліп алуымыз керек. Біздің дінімізде насих және мансух деген нәрсе бар. Насих, мансух дегеніміз не? Насих үкімін жойып келген дәлел, мансух үкімі жойылған дәлел. Яғни алдыңғыларда, алдыңғы шариғаттарда, алдыңғы пайғамбарларда түскен шариғаттарда бір нәрсе рұқсат болады, кейін біздің дінімізде оның үкімі жойылады. Немесе біздің дінімізде алғашқы бастапқы кезінде бір нәрсе рұқсат етілген болады, кейіннен оның үкімі жойылады, немесе сол сияқты. Мысалы ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін келтіруге болады. Кунту нахайтукум ан зияратил қубур. Мен сендерді қабірлерді зиярат етуден қайтарған едім, тыйған едім. Аля фазуруха. Енді зиярат ете беріңдер. Фа иннаха тузаккирукум ахира. Ол сендердің ахиретті естеріңе салады деді. Яғни бұл жерде қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдын тыйғанын айтып жатыр. Кейін сол тыю үкімін жойды да рұқсат амалдардың қатарына кірді. Бұны дінімізде насих және мансух дейді. Яғни, мысалы, қарапайым өмірімізде де бір мемлекетте заң шығады, кейін басқа бір жаңа заң шығып, алдыңғы заңның үкімін жояды. Алдыңғы заң күшін жояды. Яғни, бұны дінімізде насих және мансух дейді. Және насих, мансух дінімізде тек қана шариғат мәселелерінде, яғни халал, харам деген мәселеде болады. Ақида мәселесінде, ахлақ мәселесінде, тарих хабарларында насих, мансух деген нәрсе жүрмейді. Яғни ақида, Алла бір, періштелер бар, Алла ғана құлшылық жасалу керек, пайғамбарлар ақиқат. Бұл ақида. Ақидада насих, мансух деген нәрсе жоқ. Яғни алдыңғы пайғамбарларда періште бар болып бізде келіп, оның үкімі жойылды, періште деген нәрсе жоқ деп ешкім айтпайды. Ақидада насих, мансух деген нәрсе жүрмейді. Және сол секілді ахлақ мәселесінде де жүрмейді. Мінез құлық. Яғни алдыңғыларда ар ұят, ар намыс дұрыс іс болып, бізге келгенде бұрыс болып, немесе алдыңғыларда қанағатшылдық, сабырлық, жақсы амал болып, бізге келіп жаман амалға айналып, алдыңғысы үкімін жоймайды. Бұл екі мәселеде насих, мансух деген нәрсе жүрмейді. Яғни бір дәлел келіп, екінші дәлелдің үкімін жоймайды. Және сол секілді тарих хабарларында да насих, мансух жүрмейді. Яғни мысалы, Құранның алғашқы түскен сүрелерінде Муса алейхиссалам Тур тауында Алла субхана ва тағаламен сөйлесті деп келіп, екінші бір хабарда кейінгі түскен сүреде жоқ, сөйлескен жоқ деп келмейді. Тарих насих, мансух деген нәрсені қабылдамайды. Қабылдайтын нәрсе ол тек қана халал, харам мәселесі. Яғни ақида мәселесінде насих, мансух жоқ. Ақиданың ішінде бізде Алла субхана ва тағала барлық пайғамбарларды қауымдарын шақыруға жүктеген мәселе бар. Ол жалғыз Аллаға құлшылық қылу және Аллаға серік қосудан аулақ болу. Серік қосудан тыйылу. Құранда Алла субхана ва тағала: "Валақад ухия илейк",
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, саған вахи етілді. Ва илаллазина мин қаблик, сенен алдыңғыларға вахи етілді. Ла ин ашракта ла яхбатанна амалук. Егер серік қосатын болсаң, амалың күйіп кетеді деді. Аллаға серік қосатын болсаң, амалың күйіп кетеді. Және зиянға ұшырағандардан боласың деді. Яғни ширк мәселесі, Құдайға серік қосу мәселесі барлық пайғамбарларда харам болған нәрсе. Ширк мәселесі, таухид мәселесі бұл ақида бабында, халал харам бабындағы мәселе емес. Ақидада насих мансух болмаса, онда ширк таухид мәселесінде де насих мансух деген нәрсе жоқ. Енді алдыңғы пайғамбарларға қарап көрейік. Алдыңғы пайғамбарларда иіліп сәлем беру рұқсат болған дүние. Адам алейхиссаламға періштелер құрметтеу сәждесін жасады. Юсуф алейхиссалам «Инни раайту ахада ашара каукаба ва шамса вал камара раайтухум ли саджидин». Мен аспан, мен ай, мен күнді, 11 жұлдызды көрдім. Раайтухум ли саджидин, олардың маған сәжде еткенін көрдім дейді. Және Алла субханала тағала сол түсін қанша уақыттардан кейін шындыққа айналдырды, сол түс өңінде болды. Құранда Алла субханала тағала Юсуф алейхиссаламның бауырларының Мысырға келіп, «Вахарру лаху суджада» алдында иіліп сәлем бергенін хабарлайды. Яғни, иіліп сәлем беруді ширк мәселесіне кіргізетін болсақ, онда алдыңғы пайғамбарларда ширк рұқсат болды да, кейін бізге келіп ширк үкімін жойды деген сөз шығады. Әлбетте бұл қателік, бұл адасу болып табылады. Алдыңғы пайғамбарларда да ширк харам болды, біздің дінімізде де ширк харам. Бірақ алдыңғы пайғамбарларда иіліп сәлем беру рұқсат етілді. Біздің дінімізде сәждемен сәлем беру қайтарылды. Үкімі жойылған мәселелердің қатарына кірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Муаз радиаллаху анху келіп, бірде Шам өлкесін көріп, Шам өлкесіндегі адамдарды көрген кезде басқа дін өкілдерін өздерінің дін иелеріне, дін өкілдеріне иіліп сәлем беріп жатқанын, сәждемен сәлем беріп жатқанын көріп келіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға солай жасады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Я Муаз, сен не жасап жатсың?» деді. Мен басқа дін өкілдерін көрдім, өздерінің басшыларына, дін өкілдеріне солай жасап жатыр екен, мен де осылай жасағым келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлай жасама, бұлай жасау рұқсат болғанда, яғни бір адам екінші бір адамға сәжде етуі рұқсат болғанда, онда мен әйелдерге бұйырар едім күйеулеріне, ерлеріне сәжде етуге дейді. Біздің дінімізде сәждемен сәлем ету, сәжде арқылы, яғни құрмет сәждесін жасау, сәлем сәждесін жасау дінімізде үкімін жойды, рұқсат емес амалдардың қатарына кірді. Яғни харам іске айналды. Харам іске айналды. Бірақ бұл ширк мәселесі емес. Неге? Себебі егер бұл иілудің өз алдына ширк дейтін болсақ, онда алдыңғы пайғамбарларда ширк рұқсат болды. Біздің пайғамбарымызға келіп ширк харам болды деген тұжырым шығады. Әлбетте бұл қате тұжырым. Ондай болатын болса, иіліп сәлем берудің өзі, сәлем сәждесін жасаудың өзі ширкке жатпайды. Бұл таухид ширк мәселесі емес. Бұл жердегі иіліп сәлем берудегі негізгі есепке алынатын нәрсе, сәждедегі есепке алынатын нәрсе бұл адамның ниеті, қандай ниетте жасап жатыр. Алдыңғыларда құрмет ниетімен сәжде жасау рұқсат болды. Біздің дінімізде үкімін жойды. Үкімін жойды, осымен харам етілді. Ал сәлем беру, біздің келіндеріміздің сәлем беруі, бұл сәжде емес. Бұл тіптім руку да емес. Яғни жай ғана иіліп келіннің тағзымы сәлем беру. Бұны қалай ширкке кіргізе аламыз? Әлгі иіліп, яғни сәжде сәлемін, немесе сәлем сәждесін жасаудың өзі ширк мәселесіне кірмесе, қалайша бұл мәселені ширк мәселесіне кіргізуге болады?
Әлбетте бұл білімсіздік, таухид ширк мәселесін ажырата алмаған адамның сөзі. Келіннің сәлем салу рұқсат па, рұқсат емес пе деген мәселені таухид ширк шеңберінен шығарып тастау керек. Себебі біз қазір білгенде таухид ширк мәселесінде насих мансух деген жүрмейді. Алдыңғыларда иіліп сәлем беруге рұқсат болды ма, бізде үкімін жойды ма, сәжде жасап сәлем беру, онда бұл халал харам мәселесі. Бұл таухид ширк мәселесі емес. Таухид ширк мәселесінен шығарып тастайық, одан кейін енді рұқсат па, рұқсат емес пе деген мәселені қарастыру керек. Бірінші жасау керек болған нәрсе ширк таухид мәселесінен бұны шығарып тастау керек. Себебі біз қазір Құран аятын оқып бергендей, алдыңғыларда да бізде де ширк жасау харам етілді. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Саған уахи етілді, және сенен алдыңғыларға уахи етілді. Алдыңғы пайғамбарларға да уахи етілді. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Серік қоссаң, амалың күйеді деді. Юсуф алейхиссалам алдында бауырлары иіліп, сәжде жасап сәлем беріп жатқан кезде ширк жасатып қойып, қарап отырды ма? Әлбетте жоқ. Яғни ол сәлемнің өзі ширк емес. Ондай болатын болса, иіліп сәлем беру мүлдем бұл мәселені, яғни ширк шеңберінен шығарып тастау керек. Оны халал немесе харам ба деген шеңберде қарастыру керек. Яғни ең бірінші біздің адамдарға үйрету керек болған нәрсеміз, біреу сәлем салу ширк пе десе, бірінші оның көзқарасын дұрыстауымыз керек. Сұрақ олай қойылмайды. Сәлем салуға дінімізде рұқсат па, рұқсат емес пе? Сәжде жасау дінімізде харам етілді. Ал енді иіліп сәлем беруге дінімізде қайтару бар ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Тирмизиде келетін хадис бар. Ол хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалар сұрайды: "Я Расулаллах, бір адам өзінің бауырын көрсе, құшақтайды ма?" деген кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жоқ деді. Еңкейеді ме деген кезде жоқ деді. Бұл хадис бірге келіп тұр. Бұл жерден біз еңкеюдің харам екенін түсінбейміз, түсіне алмаймыз, және құшақтасып амандасудың да харам екенін түсіне алмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан, яғни осы қажет пе немесе міндет пе деген мағынада сұрап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоқ деп жатыр. Ал болмасам ешкім айтпайды, досыңмен немесе бір туысқаныңмен құшақтасып амандасу харам деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам міндет емес екендігін айтып жатыр. Ал тікелей иіліп сәлем салма, бұл нәрсе харам, бұл ширк деген ешқандай дәлел жоқ. Сол үшін де оны харамға шығару, келіннің сәлем салуын харамға шығару негізсіз. Ал ширкке шығару бұл мүлдем білімсіздік. Ал енді біздің халқымызда жасалатын беташарға қарайтын болсақ, беташар бір жаңа келіннің жаңа үйге, жаңа отбасыға келген кезде сол отбасымен, ағайын туысқанымен танысу үрдісі. Ағайын туысқандарды жинап, соларды таныстырады, таныстырып, соларға сәлем береді. Құранда Алла субханаху тағала, егер бір үйге кіретін болсаңдар, деді Нур сүресінде, фасаллиму аля анфусикум, онда сәлем беріңдер деді. Тахиятан мин индиллахи мубаракатан тайиба. Яғни бұл келіннің жаңа отбасыға, жаңа үйге келуі, келген кезде бәрімен танысып, соларға сәлем беруі. Бұл дінімізде тыйым салынған амалдардан емес. Сол үшін де бұны қазір ширкке шығару, бұны харамға шығару, бұл әлбетте білімсіздікпен болып жатқан дүние. Вассалаллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирук ва атубу илейк.